Şurada oluruz ki переводчикті болып келеді ме? Хорошо. Bir minut қалу ма сізді? Иә. Сіз орысша түсінесіз ғой, иә? Орысша түсінесіз. Маған переводчик алып келді отыр, аяқта ше. Мен өйткені орысша түсінбеймін да. Ал бұл директорды мен қызмет алайын десем, бұл қазақша түсінбеймін дейді. Мен орысша түсінбеймін. Маған бір переводчик алып бере аласыздар ма? Переводчиксіз келмейді мына жақта. Переводчик алып кел дейді маған. Переводчик алып кел дейді? Иә. Не жөнде жоқ, маған неге сыйлатсыз, мен түсінбедім. Переводчик алып кел дейді. Қолыңызды түсіріңіз, аха. Не жөнде? Мен Орда ТВ YouTube каналы осы мүгедек балалардың құқығын қорғаумен айналысамын Қызылордада ше. Осы жаңағы пандустар, поликлиника, жаңағы коляскілерді сондайларды тексеремін да. И сол жөнінде былай аралап жүріп, жаңағы іште ремонттарыңыз болады екен, жөндеу жұмыстары. Сол жөндеу жұмыстары туралы толық сұрап біліп кетейін деп, жаңағы басшыларыңыз бар ма деп едім, осы кісіге алып келіп. Осы кісіге келіп ассалаумағалейкум деп амандасып, қазақпыз ғой енді. Қызылордада 92% қазақтар тұрады. 92%. Енді Қызылордада барлығы қазақ тілді азаматтар. Енді мына кісіге келдім да, енді ассалаумағалейкум деп амандасам, здрасте дейді маған. Бүйтіп екеуміз жаңа, мен орысша түсінбеймін, ол қазақша түсінбейді. Енді ол менің құқығымды шектеп тұр. Ол орыс адам кірсе, ол орысша сөйлеседі жақсы, дұрыс па? Ал егер мен қазақпын, қазақша кіріп тұрмын, мен қазақша құқығымды бұзып тұр да. И маған айтады ол. Мен сонда бұл кісіге келген адамдар, азаматтар, азаматшалар келген адамдар өз переводчигін арқалап алып келу керек екен бұл кісіге. Жетектеп алып келу керек екен. Сосын ол отырып, сөйлескісі келсе сөйлеседі, сөйлескісі келмесе сөйлеспейді. Маған переводчик алып кел дейді. Маған сіз переводчик болсаңыз деп отырмын сіз. Переводчик бола алмаймын, біріншіден. Біріншіден мен сіздерге айтайын. Переводчикті мен емес сіздер маған ұйымдастыруларыңыз керек. Себебі сіз мемлекеттен айлық алып отырсыздар. Біз сіздерді асырап отырмыз былайша. Құрметті қазақ елі, мынау енді Қызылордада масқара енді. Мен андай жағдайға тап боламын деп ойламаппын, құрметті көрермендер. Біз Қызылордада тұрып, барлығы қазақ тілде сөйлегеннен біз бұндай нәрсемен көп кездесе бермейміз. Мен кездесіп тұрғам бұндай кісімен бірінші рет та, құрметті көрермендер. Содан жаман ызаланып тұрмын мен. Маған переводчик алып келді да. Енді жаңа переводчик маған біреуіңіз болыңыздар десем, жаңа осыған қызметкеріне. Ол қызметкер айтады, қазір юрист шақырамын.